Мына жақта мына ата-аналарға бассейн. Мен қатты бақылайтын нәрсем вообще идеально жасалған. Просто без комментариев. Егер мен мына жерде қара саудан екен деп айтпасам, негізінен бір Европа деп айтуға болады. Мына жерінде 1200 квадрат. Бұл жерде жаңағы ойнайды, жаңағы баскетбол, волейбол, универсальный зал деп айтайыншы. Енді тренерлер Steam деген тренерлер бұл жерде жатып та істеуге болады ғой былай айтқанда. Мына жерде 18 спорт бар, оның 18-дің 14 олимпиадалық спорт түріне кіреді, 14-і өткізілмейді. Мына жерде бәрі расписание шығады, қалай қабылдайды балаларды. Мұны балаларды қалай қабылдайтыны. Сұрақ болса мұнда келеді. Рецепшнен сразу детальдарында. Плаваниялар бар, табушау финансилар дейді. Одан бөлек өзінің қай спорт түрлерінде қай ата-ананың тренерлерімен прямой сөйлеседі. Мына жерде біздің информацияларымыз толықтырылған. Мына жерде медбикеміз отырады, врачымыз отырады. Бәрін толықтырып түсіндіреді. Мына жақта кілт деп бізде осы мектепте 500-ге жуық кілт бар, есік бар. Соның бәрі осында тұрады. Мына жақта ата-аналарға бассейн. Ата-аналарға Ата-аналар үшін келеді. Мына жерге кітап мынандай ойластырып. Енді өзім ойым болған басқа. Осы жерде бір кітаптар тұрса, ата-аналар келіп оқыса деп. бос уақытта, оқытып отқан кезде. Иә, біздің газетте, осы біздің ауданда болып отқан мәселе, облыста болып отқан. Үлкен бассейніміз қазір таңда өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мұнда кішкентай балаларымызға 5 жастан 7 жасқа дейін, олар 7 жастан 16 жасқа дейін. Жалпы біздің мектептің 16.000 квадрат метр, шаршы метр. Соның біз 7.000 шаршы метрін қолданамыз. Мына жақта жаңағы неміз кафетерия ашып қойғанбыз өзіміз кішкене балаларға. Жақсы только жаңағы торт, балаларға пайдалы сондай заттарды қосқан. Мына жақта әкімшілігіміз. Мынау отырады күтетін жері. Мына жерде ата-аналар келіп отырады, балалар келіп отырады. Мына енді әдіскерлік бөлім деп айтады өзіміз. Мектепте өз администрациясының бөлімі. Осындай әдіскерлер отырады, жаңағы журналдарын толықтырады, балалардың қағазын. Енді былай айтқанда 8 сағат жұмыс болса, 12 сағат жұмыс жасайды ғой, ең көп жұмыс осыған. Ол дегеніміз, мынау жатады, заң учебничество. Вообще люкс қой мынау. Все, болды. Вообще мен мынаны көре салайыншы қазір. Негізінде мен қатты бақылайтын нәрсем вообще идеально жасалған. Біздің кабинетіміз, мына тұрған енді өзіміздің жас кезімізде спортпен айналысқан жетістіктеріміз. Оның ішінде енді атап айтып мақтанып кететін мынау құрмет грамотасы деген бар. Осы президенттің қолынан алған құрмет грамотамыз 5 жылға дейін осы құрмет грамотасының иегеріміз жалпы. Мына жерде енді вообще просто без комментариев. Егер мен мына жерде қара саудан екен деп айтпасам, негізінен бір Европа деп айтуға болады. Қанша елде осы нәрсе көрдім. Таудың етегінде жап-жасыл, осындай бір таза ұстап отыруы негізінде біраз еңбек талап етеді. Оке, Алла разы шынымен де. Өзіміз көріп отырған стадионымыз, бұл жерде легкий атлетика, футбол, әртүрлі деңгейде жарыстарды өткіземіз, өзіміз білесіз ғой, жарыс осы мектеп ашып алдық қорытқанда. Мына жерінде 1200 квадрат, бұл жерде жаңағы ойнайды, жаңағы баскетбол, волейбол, универсальный зал деп айтайыншы. Жерде 265 орындығы бар. Бұл жерде VIP зонасы бар. Конференц залы. Мұнда енді өзіміз білетін қуанышымызда өткен жолы осы біздің тұрғылықты комиссия бар ғой, депутаттардың арасында. Соның жиыны өтті. Еркін күреске қатысты, борьбаға қатысты сал осы жерде. Пандемияға байланысты көп тоқтап қалдық қой жалпы. Салон жұмыс жасап істеген тамағы да сол. Мына жақта кестеліп қойған. Полностью осында болған. Мұнда тоқтап қойған біздің жалпы жаттықтырып қоямыз. Біздің басшымыз Алматы облысының несі өздеріңіз білетін олимпиаданың жүлдегері. Алғай біздің тренерлеріміз, медалистеріміз жалпы. Бокс зал осында сразу. Бокс зал. Оның алды негізі әр тренердің бөлек бөлмесі. Душ. Мұнда енді өзінің инвентарный деп айтады, өзінің инвентарный бар, ішінде бүкіл заттар. Құрал саймандары. Мысалы, не керек бәрі осы жерде. Мұнда залдары, бапкерлердің бөлмесі, батырларымыздың. Әр залдың үлкендігі
Жанагы биринчи кирген залымыз 330 квадрат, мына 220 квадрат. болот, керемет. Мында жанагы созулатын өздеринин неси бар. Мына жерде көрсөтүп берейин, ачып берейин тренердин. Тренерлердин бөлмеси өздеринин бөлмеси бар, өздеринин жумуш істейтин орундары. Мында убакыты, мына жерде шешинетін бөлмелер, мына жерде өзүнүн душовойу бар. Ар тренердин. Ар тренердин өзүндө. Керемет негизинде. Енді тренерлер, Steam деген тренерлер бұл жерде жатып та істеуге болады ғой, былай айтқанда. Супер, супер. Ондай мүмкіншілік болған жоқ. Қазір енді осындай мүмкіншіліктер бар. Приточка деп айтылады, қазіргі таңда балалар сотқа қалмасын деп қосып қоя тұрмыз. Балалар кеткеннен асыр жасап қосып отыр. Инженерлер бар осы өздерінің спорттың фундаменті, жалпы фундаменті ол жалпы дене жаттығу дейді ғой, ол осы тренажерный залда айтамыз, оқытпа тренировкалар болады. Мысалы, бокс залында болса, енді өзім боксерлеріне айтып жатсам, бізде обязательно бір аптаның ішінде 5 күндік жаттығу болса, соның ішінде бір күн жаңағы кроссымыз болады, соның ішінде оқытпа дейді, ол жалпы жеңеді. Осыны жасап, расписаниемен жаңа біз расписание көрдік, бәрінде осы оқытпа залы бар. Келеді, жүгіреді, тренировка жасайды, силовой упражнение жасайды. Соған жағдай жасайды.